Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде өте оңай картофель по-деревянски рецептісі. Бізге керегі сұйық май, паприка және де 1 қасық базилик. Ал енді куркумамызды саламыз, қара бұрышымызды және де кептірілген зеленімізді саламыз. Ал енді 3 зубчик чесногымызды алып, майдалап, турап, немесе осылай өткізіп аламыз. Жақсылап араластырамыз. Тұз салуды ұмытпауымыз қажет. Бізге керегі осындай картоптар, жақсылап жуу қажет және де осылай кесіп шығамыз. Кесіп болғаннан соң үстінен құйып, жақсылап араластырамыз. Ал енді ыдысымызға салып, жарты сағат немесе 45 минут пісіреміз. Міне осындай болып шықты. Өте дәмді, керемет. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.